Бәріне сәлем, мен есімім Кенжебек Қалижансая. Бүгін біз фракция мүшелерімен 1 наурыз алғыс айту күніне орай қызықты интервью өткіземіз. Бірінші интервьюді біз аспазшыларымыздан аламыз. Бұл біздің асхана. Аспазшыларға барайық. Бұл біздің асхана. Бұл жерде біздің аспазшыларымыз тамақ жасап, оқушыларға тамақ әзірлейді. Сәлеметсіз бе, сіздің есіміңіз кім болады? Менің есімім Бейсенбаева Жанар Бағдатқызы. Өте қуаныштымын. Сіз 1 наурыз келе жатқан қандай мейрам екенін білесіз бе? Білем, әрине. Алғыс айту мейрамы. Жақсы. Біз сіздерге алғыс айтқымыз келіп еді. Сіздер осы оқушыларымызға тамақ жасап, оларды тоқ қылып қайтарып жүргендеріңізге алғысымыз өте шексіз. Сіз тағы да өздеріңіздің жақындарыңызға алғыс айтқыңыз келеді ме? Әрине. Кімге айтқыңыз келеді? Айтып жіберіңіз осы жерде. Осы жерде 250-ші мектеп барша қызметкерлеріне алғыс айтамын. Қасымдағы аспазшы повар кісілерге, аспазшы кішілерге алғыс айтамын. Өзімнің туған туыс бауырларыма алғыс айтамын. Өте жақсы, өте керемет. Сіздің берген интервьюіңізға, сұрақ жауабымызға жауап бергеніңіз үшін алғысымыз шексіз. Рахмет, сау болыңыз. Сәлем, менің атым Ақбергенова Жайдарлым. Және де келесі интервьюді мен өзімнің достарымнан алғым келеді. Ендеше кеттік. Нұр, сен 1 наурыз қандай мейрам екенін білесің бе? Білмеймін. 1 наурыз алғыс айту күні. Ендеше сен кімге алғыс айтқың келеді? Өзімнің отбасыма, достарыма және таныстарыма, әрине біздің керемет президентімізге Қасым-Жомарт Кемелевич Тоқаевичке. Сенің берген сұхбатыңа үлкен рахмет. Сәлем, менің есімім Фатима, және де біз жаңа қазақ тілі пәнінің мұғалімін шақырдық, және содан қысқаша интервью алатын боламыз. Кеттік. Сәлеметсіз бе, Альбин апай? Сәлеметсің бе? Мен сізге бір сұрақ қойғым келіп тұр. 1 наурыз қандай мейрам екенін білесіз бе? 1 наурыз алғыс айту күні. Және де осы мейрамға орай мен сізге көп алғысымды білдіргім келеді, барлық балдарға біліміңізді беріп жүргеніңізге. Ал сіз кімге алғыс айтар едіңіз? Алғысымды ең бірінші өзімнің дүниеге әкелген анама айтқым келеді алғыс. Өзімнің отбасыма, ұжымыма, және де осындай керемет оқушыларыма алғыс айтқым келеді. Көп рахмет апай, сұхбатыңызға сау болыңыз. Сіздерге де рахмет. Сау болыңыз. Келесі кезекті біз Медбике апайдан сұхбат алатын боламыз. Сәлеметсіз бе? Бүгін алғыс айту күнімен сізді құттықтайғым келеді. Біздің мектептегі балдарға қарап, алаңдап жүргендеріңізге рахмет. Ал сіз кімге алғыс айтқыңыз келеді? Мұғалімдерге, өзіміздің жаңағы балдарға, өздеріне қарауларына, балдардың денсаулықтарына. Рахмет. Көп рахмет жауабыңызға. Менің есімім Аралбек болады. Біз қазір алғыс айту күніне орай апайлардан сұхбат аламыз. Қазір алдымыздан шыққан апай. Саламатсыз апай. Саламатсыз ба? 1 наурыз қандай мереке екенін білесіз бе? Я, әрине білемін. 1 наурыз алғыс айту күні. Жақсы, апай, сіз алғыс өзіңіздің өміріңізде, осы өміріңізде шын жүректен біреуге алғыс айтып көрдіңіз бе? Алғыс айтып көрмеппін. Осы кез келіп тұр. Сіз кімге алғыс айтатын едіңіз? Көп рахмет. Мен бүгін 1 наурыз алғыс айту күнінде барлық жақындарыма, туыстарыма, атам мен ата-анама, ата-енеме, жолдасыма, барлығына, ұстаздар қауымына алғыс айтқым келеді. Алғыс айтып жүріңіздер. Мен сіздерді шын жүректен жақсы көремін. Апай, сіздің сұхбатыңызға рахмет. Көп рахмет. Сау болыңыз.